Сен ұшақта жай ғана отырсың, бірақ сол сәтте әуе кемесінің ішінде не болып жатқанын білесің бе? Бүгін мен саған ұшақтар туралы сондай фактілерді айтамын. Оларды естіген соң мүмкін енді ұшуға батылың бармас. Тіпті ұшқың да келмей қалуы мүмкін. Бірақ видеоны соңына дейін қара. Кейбірі расымен сізді таңғалдырады. Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бірінші, оттек маскалары сен ойлағандай емес. Ұшақтағы оттек маскалары түскенде көп адамда уақыт бар, асықпай кием деген ой болады. Бірақ шын мәнінде сенде бар болған 15 секундтай ғана уақыт бар. Содан кейін адам есінен танып қалуы мүмкін. Ал ең қызығы, маскалар таза оттек емес, арнайы газ қоспасын береді, және ол бар болғаны 12-15 минутқа жетеді. Осы уақыт ішінде ұшқыштар ұшақты төмен биіктікте түсіріп үлгеру керек. Ең лас жер дәретхана емес. Көпшілік ұшақтағы ең лас жер дәретхана деп ойлайды, бірақ шындығында олай емес. Қолдық үстелдер мен қауіпсіздік белдіктері ең лас жерлердің бірі. Зерттеулер көрсеткендей, онда дәретханадан да көп бактериялар бар. Сондықтан қолды антисептикпен сүртуді ұмытпа. Ұшақтағы су ішуге жарамсыз болуы мүмкін. Бортсерікте саған шай, не кофе әкелгенде, ол судың қайдан алынатынын білесің бе? Бұл су арнайы резервуарлардан алынады, ал ол резервуарлар апталап тазаланбай тұруы мүмкін. Тексеріс кезінде кейбір ұшақтардың суында ішек таяқшасы бактериясы табылған. Сондықтан ұшқыштар мен бортсеріктер тек бөтелкедегі суды ішеді, саған да солай істеуге кеңес береді. Ұшақ бір қозғалтқышсыз да ұша алады. Бір қозғалтқыш істен шығатын болса, ұшақ 100 километр ұша алады. Қазіргі заманауи ұшақтар осындай жағдайларға арнайы жасалған. Бірақ қызығы, кейде ұшқыштар қозғалтқыш тоқтағанын бірдей байқамай қалуы мүмкін. Бұл сәтте ұшақтың биіктігі баяу төмендей бастайды. Найзағай ұшаққа жиі түседі. Көп адам найзағай ұшаққа сирек түседі деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ұшақтар әр 1000 сағат ұшу сайын кем дегенде бір рет найзағайға ұшырайды. Бақытымызға орай, ұшақтың корпусы электр тоғын сыртымен өткізіп жібереді, бірақ бұл сәтте салон ішінде жарық сөніп, күйген иіс шығуы мүмкін. Әуе қызметкерлері жай ғана сабыр сақтап, ештеңе болмағандай тұр көрсетеді. Енді келесі факт. Багажыңды ашып тексереді. Сенің чемоданың сен ойлағандай қауіпсіз емес. Жерде оны арнайы қызметкерлер тексеріп, кейде ашады да. Кей жағдайда кейбір жұмысшылар ұсақ заттарды ұрлап кетуі мүмкін. Құлаққап, әтір, кәдесый деген сияқты. Сондықтан багажға қымбат нәрселерді салмауға кеңес беріледі. 7-ші факт. Жарықты неге өшіреді? Ұшақ қонарда немесе ұшарда жарықты неге бәсеңдетеді деп ойлайсың? Бұл жай ғана жайлылық үшін емес. Осылай көздерің қараңғыға үйреніп көру, үлгеру үшін жасалады. Төтенше жағдай болса, түнде эвакуация тез жүреді. Яғни жайлылық қауіпсіздіктің жанама бөлігі ғана. Міне енді сен ұшақтардағы кей шындықты білесің. Бірден қорықпа. Ұшақтар әлі де ең қауіпсіз көлік түрі болып саналады. Дегенмен осының бәрін естіген соң келесі рейске сабырмен отыра аласың ба? Тағы да осындай қызықты фактілерді білгің келсе, каналға жазылып, видеоға лайк басып, осы видеоның астына өзіңнің комментарийіңді қалдырып кетсең болады. Келесі видеода кездескенше.